Сәлем достар. Теңдессіз өнерімен жер шарын аралап 54 мемлекетке күреске түсіп 48 медаль олжалаған 20 ғасырдың басындағы қазақтың кім екенін білесіз бе? Кім деп ойлайсыз? Ойланып көріңіз, кім? Кім? Ол әрине Қажымұқан. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақтың санаулы тұңғыштарының бірегейі, әртүрлі күрес өнерінен әлемнің бірнеше дүркін чемпионы. Ол 1871 жылы 7 сәуірде Ақмола облысы Қараөткел ауылында қарапайым отбасында дүниеге келген. Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұлан-ғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен. Өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ тақпаған алтын күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген Қажымұқан бабамыз. Қажымұқандай мықты адам 20 ғасырдың басында түркі елдерінің ішінде тек қана қазақта ғана болған. Қазақ болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қажымұқан балуан ғана емес, өз заманының сал-серісі, той-домалақтарда ән айтып, қазақ даласындағы цирк өнерін кеңінен дамытқан. Тіпті ұйқасыз деп жазған өлең жолдары Қажымұқанның ақын екендігін аңғартады. Атандым мұқан палуан, бала жастан, ішінде күштілердің болдым астам, талай жерлердің дәмін татып, өтті дәурен осылай біздің бастан. Семей қаласының терең тарихын білу үшін қайда бару керек? Әрине, Семей қаласындағы тарихи өлкетану мұражайына бару қажет. Балуан Қажымұқан мен Семей қаласын не байланыстырады? Бірге білейік. Қажымұқан Мұңайтпасұлының жалпы Семей тарихымен байланысы деген тақырыпқа келетін болсақ, ең алғаш 1912 жылы осы Семей циркінде Қажымұқанның Америка палуаны Сальвадор Бувалимен екеуінің күрес туралы ақпараттар бар, сондай тарихи деректер. Екеуі ең алғаш осында күресіп, сонда Қажымұқан оны жеңген болатын. Сондағы жаңағы Семей халқының алдында сондай мерей үстем болып, халықтың кең ықыласына бөленген. Одан кейін тағы мынандай Семей циркында жаңағы өнер көрсетіп жүріп, мынандай бір жаңағы сахналық трюктер көрсетеді. Оның ішінде жаңағы 4 атты өзінің алдына қойып, жаңағы артынан бар күшімен тартады екен. Сол кезде 4 аттың күші жетпейді екен айдаған кезде Қажымұқанды жаңағыдай орнынан қозғау үшін. Құрметті достар, сіздерге Қажымұқан жайлы қызықты 5 деректі ұсынатын боламын. Бірінші дерек, ол өмірінің соңғы кезеңін Түркістанда өткізді. Екінші дерек, Қажымұқан Мұңайтпасұлы 70 жасқа келсе де ел аралап цирк өнерін көрсетіп, және де содан түскен ақшаға Ұлы Отан соғысына ұшақ әперді. Және де үшінші дерек, сол үлкен еңбегі үшін Сталин оған алғыс хат жіберді. Қазір ол алғыс хаттың көшірмесі Семей қаласындағы өлкетану мұражайында сақталып тұр ғой дейме? Ақмола өңірінен шығып, сонау Америка мен Европаны бағындырған балуанның есімі тарихта мәңгі қалды. Бесінші дерек, қазақ қаламгерлерінің бәрі Қажымұқан туралы қалам тербеп, балуан жайлы бірнеше кітаптар жазды. Өмірінің 55 жылын күреспен циркке арнаған. Тарихта қаламын деп ұмтылу ол ағаттық. Тарих өзіне керектісін өзі таңдап алады. Бұл сөздің жаны бар. Қажымұқан Мұңайтпасұлына биыл 150 жыл. Десе де, қаһарман Қажымұқан халықтың есінде әлі күнге дейін сақтаулы. Оның айқын дәлелі Алаштың астанасындағы Қажымұқан көшесі. Біз қазір Семей қаласындағы Қажымұқан көшесіндеміз. Қажымұқан атындағы бұл көшенің тұрғындары, бабасының ерлігінің бағасына жеткен ұрпақтар. Ғасыр адамы Қажымұқан ұрпақтың санасынан өшпейді.